сол екі қойған балаңыз сізге ішінен рахмет деп тұрған жоқ қой. Ең адамның жаманы талапсыз деп. Қазіргі оқулықтардың қателігін бетіне басып айтқан. Өзіміздің шәкіртіміз өзімізге бастық болған жағдайлар көп. Жастар сіздердікі осы мәселені қолға алу керек сияқты. Мына жапондықтарда 4-ші классқа дейін ешбір тілді оқытпайды. Оқуларының 80% ұлттық тәрбиеден тұрады екен. Баршаңызға қайырлы күн, қадірменді мұғалімдер бөлмесінің тұрақты көрермендері. Өздеріңізбен әдеттегідей мен Балған Жүрсінқызы. Бүгінгі біздің қонағымыз Қазақстан Республикасы білім беру ісінің үздігі, Алтынсарин төсбелгісінің иегері Қайыркен Құдайбергенқызы. Ал Қайыркен апай, біздің шақыртуымызды қабыл алып, осы жерден әдемі әңгіме жүргізуге келіскеніңізге көп рахмет. Сіздің ұстаздық жолыңызға кішкене көз жүгіртсек, жалпы осы педагогика саласын, оның ішінде тарих мамандығын таңдауыңызға не себеп болды? Меніңше адамның өміріндегі жалпы мамандық игеруге ең әсер ететін орта, соның ішінде жанұясы да болар. Кішкентай кезімізде мектепте оқып жүргенде әке-шешеміздің ұл баласы болмады, тентектеу болдым ба, қайдам. Таңертең кешке дейін батырлар жырын ауылдың ақсақалдарын жинап оқытатын еді. Соның кейбір жерлерін жаттап алатынбызда, соны кейін әкем сұрап отыратын. Осы сол кезеңнен басталған бір шоқ кейін адамның жүрегіне ақырын өсіп, осы бір мамандыққа деген менің құштарлығым болған шығар. Екіншіден, сол Алматыға оқуға кетіп бара жатқан кезеңде әкемнің айтқан бір сөзі есімде бар еді. Тарихқа барам дедің ғой балам, ауылдың тарихын жаз деп. Сол ауылдың бір ақсақалы бір еді, мына әр рудың өзінің бір ақсақалдары болады ғой. Сол әкемменен біздің елдің бір Тастемір деген ата болды, өзі бір сондай тап-таза киініп әдемі жүретін кісі еді. Сол кісі айтып еді осыны. Сол бір құлағыма сынып қалды ма, әйтеуір осы тарих факультеті тарихқа деген бір ерекшелік. Оның үстіне мектепте оқып жүргенде мектептің директоры тарихтан сабақ берді де, ол кісі ана жақтан келе жатқанда бір адамның өзіндік бір пірі болатын еді. Машарапа Құдайберген деген директорымыз болды. Міне осының барлығы жиналып келіп, осы салаға келуіңізге ықпал етті. Келуіме бір ықпал еткен болар деп ойлаймын. Ал енді жалпы мұғалімдік деген нәрсе, ол кішкентай кезінде бала мұғалім болмайын дейтін бала жоқ қой деп ойлаймын. Өйткені сол тентекті де, ақылдыны да, дананы да, дараны да бір жерге жинап, соған өзінің тәлім тәрбиесін беретін тұлға кішкентай 1-ші кластың балалардан 11-ші кластың балаларына дейін сол тұлға ұстаз. Сол кішкентай кезімізден бастап осы бір мұғалімдік деген мамандыққа біздің көзқарасымыз ерекше болды. Оның үстінде менің әріптестерім, менің құрдастарым, менің шамаластардың көбісі сол кезінде солай ойлады. Сондықтан осы мамандыққа келуімнің тағы да бір себебі осы ғой деп ойлаймын. Сондықтан жалпы мен өзім ойлаймын, мамандықты дұрыс таңдаудың үлкен бір себебі бар. Өйткені бір ауылдан келген бірнеше қыз осы мамандыққа түскен кезеңде бір қызымыз біздің политехникалық институтқа ағасы болып соған түсіп кетті. Бірақ оқымай кетіп қалып, кейін бір жылдан кейін қайтадан педагогикаға келді. Сонда ойлаймын, адам өзінің мамандығын шын жақсы көрсе, бір бақыттың жартысы сонда жатыр ғой деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Енді біз көп уақытымызды сол жұмыста өткіземіз ғой. Сондықтан оған жүректің бұруы, шын көңіліңмен, ықыласыңмен беріліп қызмет жасау үлкен жауапкершілікті қажет етеді. Әрине, енді мұғалімдік жұмыстың ең бір ерекшелігі алдыңда отырған баланы ол қалай солай жақсы көру керек. Мен шәкірттерім айтам кейде, педагогикалық тәжірибе барған кезеңде әрбірде бір сыныпты беріп қойсақ, соның жанында таңертең кешке дейін жүреді, айналайындар-ау. Балаларға айтам, енді ертеңгі сабаққа дайындалуым керек. Менің классым балалары керемет деп. Сол сыртынан әлгі шәкірттеріме сүйсінемін. Бұлардың жүрегінде бір мейірімділік, жылылық қана. Кішкентай әлгі тентек 5-6-ның балалары соңдарынан жүгіріп жүргенде сыртынан қарап соған қуанып тұрамын. Ал енді тентектеу бір кейбір студенттер болады ғой, еркелей өскен балалар.
келіп, апай, мені ағай деп айтты. Дегенде, енді сен ағай демегенде сізді кім дейді енді? Дұрыс деп. Сондықтан мен ойлаймын, мына мұғалімдік қызметтің, әр мамандықтың өзінің ерекшелігі бар. Мұғалімдік қызметтің ерекшелігі, ең басты ерекшелігі, алдыңдағы баланы ол қандай, жақсы оқи ма, орташа оқи ма, нашар оқи ма, тентек па, байсалды ма, қандай жағын, ол баланы сен жақсы көре білуің керек. Ештеңеге қарамастан. Қарамау керек. Кейде біз мұғалімдер де пенде ғой, кейде жақсы оқитын балаларды біз мақтап жатамыз, айтып жатамыз. Әрине ол әркім бәрін беске оқу мүмкін емес қой. Бірақ сол балаларды жақсы көре білсең, сол орташа оқитын балалардың өзі ертең ұмтылады. Сондықтан енді кейбір мұғалімдер ренжіп қалмас. Осы бір Қызылордаға іссапармен барғанда атақты тарихшы Тотай Тәжишев Тұрлыгұлов, өзі Қызылорданың азаматы. Сол кісі екеуміз бір жұмадай дәріс оқыдық. Сонда Тотай ағайды көріп, бәрі сүйсініп жатыр жерлестерін. Содан екеумізге бір дөңгелек үстел болғанда сұрақ қойды. Мұғалімнің ең басты қасиеті қандай болу керек деп. Сонда орынды сұрақ, иә. Сонда мен біраз ойландым да, сіздер ренжімеңіздер, мен бір не айтайын дедім. Мұғалім жалпы өзі ана болу керек, әке болу керек. Ал енді қазір мектепте тұрмыс құрмаған қыздар өте көп, жігіттер деп айта алмаймын. Сол алдыңда отырған баланы өз балаң сияқты жақсы көріп, шын махаббатыңменен әлгіге өзіңнің шын көңіліңменен жаңағы қарым-қатынас жасасаң, бала да соны жауап береді. Сол дөңгелек үстел біткеннен кейін бір 5-6 мұғалім келіп, менен сіз неге олай айтасыз деді. Сіздер ренжімеңіздер дедім. Ана махаббаты, әке махаббаты, оны сен жүрегіңнен шығарып, анау кішкентай сәбиді қолың алған кезіңде қандай тебіренесің. Мына мұғалімдікті сондай. Сыныпқа кіріп келгеннен кейін, анау қасиетті табалдықты аттағаннан кейін, алдыңда отырған 30 баланың 60 көзі сізге мөлдіреп қарап отырғаннан кейін, ол балаларға қалай айғайлайсың, қалай ұрсасың? Ол бір керемет періштелер ғой. Мейлі ол 5-ші сынып болсын, мейлі ол 11-ші сынып болсын. Сізге сондай бір көзқараспен қарап отырғанда, сіз соған сондай жауап беруіңіз керек. Әрине, қыздар ренже қоймас, жаңағы жасы келіп қалған қыздар. Бірақ осы бір сезім мұғалімде көбірек болу керек сияқты деп өзім ойлаймын. Жалпы балалардың жаманы жоқ қой. Қандай? Жүрегінің түкпіріндегі барлық әңгімесін айтып береді ғой. Ал енді кейде айтады, 2 қоюға бола ма деп, мен студенттеріме айтам, сіздер менімен бірдейсіздер. Менің әріптесімді сіздер. Сіздерге анда-санда ақырын төмен баға қойып қоюға болады. Ал балаға, мектеп жасындағы балаға қоюға болмайды. Оған 2 қойғаннан кейін ол бала саған қандай көзқараста болады? Алшақтатып алуы мүмкін. Иә. Бір мектепке барсам, журналда енді әдіскер болып 20 шақты жыл осы Алматы қаласында жұмыс істедім ғой. Сол мектепті көп аралаймыз, әдістемелік көмек жасаймыз мектептерге. Сонда бір журналдан қарасақ, бір сыныпта бір 7-8 балаға 2 қойып қойыпты. Сосын ана жас мұғалім екен, айттым, айналайын. Сіз осы 7-8 балаға 2 қойдыңыз. Сол 2 қойған балаңыз сізге ішінен рахмет деп тұрған жоқ қой. Осыны неге ойламадыңыз деп. Сондықтан мен ойлаймын, бала тал сияқты ғой. Қалай суарсаңыз гүл сияқты солай гүлдейді. Сондықтан балаларға жылылықпен, мейірімділікпен қарасаңыз, бала соған солай жауап береді. Осының өзі бір ғанибет емес пе? Анау кішкентай баланы риза қылу, соның әдемі, жаңа көзіне бір қуанышты көру. Сабағың жақсы өтсе, бала кетіп бара жатады томпаңдап. Апай, рахмет, бүгін сабағың жақсы өтті. Осы үшін өмір сүруге болады ғой. Ал апай, бұған кері пікірде енді мұғалімдер тарапынан да, ата-анадан да табылуы мүмкін. Яғни оны мақтай берсе, жаңағындай жақсы баға қойса, ол білімі төмендеп оқу нашарлап кетпей ме? Жоқ, әр мұғалімнің өзінің бір әдістемесі болу керек. Жалпы менің бір жаңағы ұстаздарым болды.
егер сол баланы жақсы көрсең дейді Тотай Тәжевич жаңағы түрлі қылып, одан кейін Нажман Разакович Күнқожаев деген менің өзім ғылыми жетекшім болды. Сол кісілер айтатын еді. Егер, әсіресе Тотай ағай осы сөзді көп айтатын, егер сіз баланы жақсы көрсеңіз, ешқашан фамилиясымен атамаңыз. Баланың өзінің атымен айтаңызшы. Айдын, Самал деп, ол сіздің жақсы көргеніңізді біледі. Ал егер бір тентектік бірдеңе жасап қойса, оның фамилиясымен айтаңызшы. Ахметов. Ол уже сол арқылы, сол сөз арқылы ол баланы біледі. Сондықтан мен ойлаймын, әр мұғалімнің өзінің бір әдістемесі болу керек. Мысалы, мектепте оқып жүргенде есіңізде бар шығар, әр мұғалім есіктен кіріп келгенде, соған солай біз сәлемдесетін едік, әр мұғалімге. Біреу есіктен кіріп келеді, сәлеметсіздер ме дейді. Бәріміз орнымыздан тұрып отыра қоямыз. Біреуі сабақ басталды дейді. Біреуі, әй, не қылып тұрсыңдар, отырыңдар деп айғай салады. Біреуі үн жоқ. Осының барлығы бала деген керемет психолог. Сондықтан да бала менен жеке сөйлесіп, ақырын ғана, мен сізге сенемін деңізші. Енді орыстың педагогы Сухомлинскийдің айтқан ғой, сенім жұмыстың 50% деп. Сондықтан балаға сене білсең, баланың, жалпы мұғалімнің, ұстаздың бала жүрегіне жол таба білсе, бәрін орындауға болады. Ал енді ата-аналар кім баласын жаман болсын дейді. Бәрі де баласын жақсы болғанын қарайды. Сондықтан осы үш бұрыш сақталу керек. Ата-ана, мұғалім, бала. Сонда нәтиже болады. Мен өзім солай ойлаймын. Ал енді мұғалімдер тарапынан мұғалім де пенде. Онда да кемшіліктер болып жатады. Соның бәрін түсіністікпен үш жақты қарайтын болса, жалпы адамның қолынан келген нәрсе басқа адам да істей алады ғой. Менің ойым. Иә, дұрыс айтасыз апай. Енді өзіңіздің отбасыңызға оралсақ, сіз сияқты мұғалімдік жолын таңдаған балаларыңыз бар ма? Әлде басқа салада ма? Жоқ, менің енді екі ұлым бар, екеуі де мына физмат школды бітірген балалар. Соның енді олар әкесіне тартқан математиктер енді. Соның кіші ұлым сол өзімнің жолымды педагогика саласында, сол кандидаттығымда сол математика саласынан қорғады, осы білім саласында жаңағы істеп, қазір енді шетелде жаңағы болашақпен оқып жатыр. Болашақта өзімнің бір немерем тарихшы болам деп қояды. Кім біледі енді, ана археологтар, бізде археологиядағы атақты археологтар бар, соларға барып, жаңа көріп мен ана сияқты болам деп, музейге барып қызығып жүреді, кім біледі. Заман түзу болса, қазір жастардың алдында жол жақсы ғой, білімменен жолға болады ғой, қай жерден болса да. Үйренемін, жасаймын деген адамға барлық мүмкіндіктер қазір бар, иә? Әрине. Әлгі Абайдың сөзінде бар ғой, ең адамның жаманы талапсыз деп. Сол талаптанса, адамның қолынан келмейтіні жоқ қой, талаптанып оқыса, біздің жастар жақсы ғой қазір. Дұрыс айтасыз. Апай, енді осы мұғалімдерге қандай да бір бағыт-бағдар көрсетіп отыратын әдіскерлер болады, иә? Сол әдіскерлерге тән қасиеттер бар ма жалпы? Қандай болу керек? Енді мынау 90-шы жылдары Алматы қаласында қазақ мектептері ашыла бастады. 90-шы жылдарға дейін 2-ақ мектеп болды, 12-ші мектеп атақтық, биыл 90 жылдығын атап өтеді осы. Содан кейін 86-ші мектеп, ол 86-ші мектеп, ол да жаңағы халықтың нұсқауымен ашылды. 90-шы жылдары мына қазақта бір әдемі сөз бар, жылқыда да жылқы бар, қазанаты біреу ақ, жігітте де жігіт бар, азаматы біреу ақ деп. Сол Нұрпейіс Қасымов деген ағамыз келді 90-шы жылдары егемендік алғаннан кейін. Ол өз көзі тірісінде айтатын еді, мен сияқты ешкім жоқ, 3 рет қалалық оқу бөліміне келіп, 3 рет мен шығарып жіберді деп. Өйткені ол істелмей кеткен жоқ, ұлт жанды еді. Қазақ мектептерін ашу жөнінде өте үлкен жұмыс жүргізді. Одан кейін бөлек Байғожаевна Аманбаева деген болды. Мына білім жетілдіру институты болды. Сонда қанша жыл, 90-шы жылдарға дейін бір ғана қазақша жаңағы әдіскер болды, Аманбаева деген. Кейін 90-шы жылдардан кейін осы
қазақ бөліміне әдіскерлер ашылып, мен мектепте істеп жүргенде, соны Аманбаева мені шақырып, мен 11 класс сыныбым кетпеймін деп, егер келмейтін болса, мұғалімдіктен кетірем деп қорқытқан жаспыз ғой. Содан жаңағы классымда жылап, мен де жылап, әйтеуір келдім ғой әдіскер болып. Неден бастау керек? Ештеңе жоқ. Осы сияқты қазақ бөліміне 10 шақты әдіскер болдық. Ол бір керемет заман. Мына біреу айтады ғой, жас деп. Сол кезеңде біздің институттың директоры болып, сол 30-дың ар жақ бер жағында қазіргі педагогика ғылымының докторы Жауынбай Қарайып келді. Көп нәрсе басшыға байланысты ғой. Біз жаңадан келген әдіскерлерді жинап алып, күні түні қазақ мектептері ашылады, соған барамыз. Әртүрлі жағдайлар болады. Енді кеңес үкіметінің қақап тұрғаннан кейін әлі де мұз ерімеген кезі ғой. Қызыл жалауларын алып, орыс мектептерін бермейміз деді. Бір жерлерде өрт болып кетіп жатты. Жаңағы енді сондай әртүрлі жағдайлар болды. Соның басында әдіскерлер жүрдік. Сол әдіскерлер алғашқы қазақ тілінде олимпиадалар өткіздік. Мұғалімдердің жарысын өткіздік. Осының басы қасында әдіскерлер жүрді. Күні түнін есептелген жоқ. Әдіскер болу үшін менің өзім ойымша адам неғұрлым жұмысты басшылық қызметте болған сайын кішіпейіл болу керек ау. Мына келген мұғалімге шын жүрегіңменен өзіңнің білетініңді айтып, одан үйренсең, сонда әдіскер шығады ғой деп ойлаймын. Мына Аягүл Төреевнаны халық жақсы көреді, Аякең дейміз. Сол Аякең осы қанша жыл қызмет істегенде бір мұғалімге сөгіс бермеген екен. Мен енді Аякең бола алмаспын. Бірақ қазақта бір сөз бар, ағайылдың өзі болмасақ та бұлағымыз деген сияқты. Әйтпесе сол кішкентай болса да құлағымыз деп. Сол ақырын сол апаларға қарап жүріп, осы 30 жылға жуық әдіскерлік жұмысымның ішінде бір адаммен шекісіп, бір адаммен ұрсып көрмеппін. Қайта соның барлығын сол мұғалімдерден үйрендім мен. Мына Қарайыпты айтқан кезеңде бізге алғашқы мақаламызды жазғызып, алғашқы оқулығымызға тіпті сол Қарайыптың кезінде 6-7 әдіскер біз ғылым жолында ғылыми жұмыспен айналыстық. Міне көрдіңіз бе, осының барлығы ойлаймын, жақсы адам айналасына шашып тұрған бір нұр сияқты ғой деп ойлаймын. Ал әдіскерлер, мен ойлаймын, әдіскер болу үшін сен әрине мұғалім болып тұрсыз ғой. Сізге қаншама әдіскерлік жұмыстермен де келеді, кейде кейбіреу өзінің ішкі жанұялық мәселесін айтып келетіндер болады. Жеке басының. Сен соларменен бірге жылауың да керек, күлуің да керек. Мен де бір керемет жақсы мұғалім болдым. Сол бір күні еңіреп есікті, апа есікті жауып қойыңызшы кабинетіңіз деп. Ал кеп жыла, не болды? Менің күйеуім тастап кетейін деп отыр. Қой десем қоймайды. 5 минут жылады, содан кейін айттым. Сені мына түріңмен күйеуің тастап кететіндей екен. Жылап отырған келіншек басын көтеріп алды. Неге? Ай қарашы, шашың жуылмаған, үсті басың алқам-салқам. Мына аяғыңдағы етіңді қарашы, керзовка киіп алыпсың. Өзі етің бар ма дұрыс? Бар. Сен енді 2 күннен кейін келші, әдемі киініп деп. Әлгі келіншек келді 2 күннен кейін. Міне, енді сен осы күйеуіңді қайтаруға шаман келеді деп әлгі қалжақтадым. Содан біраз уақыт өткеннен кейін бір жиналыста көріп, әлгі әдемі киініп алған. Өзі әдемі киініп жүретін, жанұяда жағдай болмағасын, олқы-солқы болатын әйелдің жағдайы түсінікті ғой. Апай етігіңді көрдіңіз бе, әдемі деп қояды. Сол қазір бір мектепте істейді, 2 баласы бар, үй салып алған. Мен ойлаймын, әдіскер ешқашанда жаңағы мен білем демеу керек. Сіз қалай ойлайсыз? Осыған пікіріңіз қандай? Деп, мен енді өзі көп нәрсеге былай ашуланмаймын, бірақ менің бір ұстанымым, ол да мұғалім диплом бар, сізде бар мұғалім диплом бар. Ешқашан төмендетпеу керек. Осындай бір жағдай болды. Жаңағы бір мектепті тексеруге барсақ, жаңағы тексеруші әдіскер жаңадан келген болатын, өзі бізде көп істеген жоқ, кейін кетіп қалды. Ана мұғалімді дірілдетіп, қалшылдатып, ана қағаз әкел, мына қағаз әкел, жас бала, ана қағаз ұстағанда қолы дірілдеп тұрды, қорыққаннан. Сосын, сіз кешіріңіз бара тұрыңызшы деп, есікті жауып алып, жаңағы әдіскерге. Мен айттым, сізге қалай ұрсайын мен?
мәдениетті түрде ме, басқаша ма? Не болды сонша? Деп. Сондықтан мен ойлаймын, мектепке барған кезеңде әдіскер тексеру үшін емес, соған әдістемелік көмек үшін барады. Сондықтан мұғалімнің жанын түсіну керек. Рұқсат сұрап, сабағына кіру керек. Осындай мүмкін бұл кішкентай нәрсе болып көрінуі мүмкін. Одан кейін әдіскер, мен ойлаймын, аптасына 5 күн емес, қарайыптың кезінде бізге 1 күн түске дейін шығармашылық күн беретін. Бізде кітапханаға барып оқуымыз керек қой. Ізденіс болу керек, болу білімді керек жетілдіру осы. керек. Одан кейін жаңағы мектепте сабақ беру керек, міндетті түрде 9 сағат болсын, сабақ беру керек. Сіз сабақ бермесеңіз қайтып әдіскер боласыз. Мен мына 24-ші мектеп бар, Гүлекең деймін, Омарова, Гүлжанат деген директор бар. Сол мектепте 10 жылдай сабақ бердім тарихтан. Сонда жаңағы директор айтатын, сіз 1 күн сабақта кешікпейсіз ғой деп. Мен айтты, мен әдіскермін ғой деп күлетін едім. Ол кісі өзі де бір тұрған сондай тәртіптің адамы, осы жағына да көңіл бөлу керек қой деп ойлаймын. Сондықтан менің бір ұсынысым, жалпы әдіскерлердің еңбегі онша бағаланып жатқан жоқ. Енді мен бұл жерде мақтанайын деп отқан жоқпын. Мен осы 30 жылдай жуық әдіскер болып істедім ғой. Сонда білім беру ісінің үздігі дегені мектептен алдым. Алтынсаринді мен мына арнаулы мектептерге оқулық жазып, 97-ші жылы отантану деген оқулық жазып, сол Соростың гран-приін жеңіп алып, содан алдым. Ал енді ғылымға сіңірген еңбегі деген төсбелгіні мына Әл-Фараби атындағы ұлттық университетте осы әдістемелік студенттерге тарихты оқыту әдістемесі бойынша біршама кітап жазып, содан алдым. Ал енді 30 жылда әрине президенттің тағы да грамоталар болды. Мен алмадым деп отырған жоқ, маған оның қажеті де жоқ, Құдайға шүкір бар ғой. Ал енді бізде қанша әдіскерлер бір жаңа қағаз алмай кетіп жатқандар бар. Ал мұғалімдерге бар. Сондықтан мен ойлаймын, мұғалімдердің мұғалімі әдіскерлерге де осы жағынан көмек болса, екінші жалақысы. Құрметті көрермендер, мұғалімдер бөлмесі бағдарламасының бас демеушісі ұстаз тілегі ғылыми әдістемелік орталығы екендігін естеріңізге салып, алғысымызды білдіреміз. Апа, енді өзіңіз алғашқы төл оқулықтарымыздың авторының бірісіз, иә? Осы кезеңдерде оқулықтар, кітаптар жазып жүрген кездегі бір қызықты, қимастықпен еске алатын оқиғаларыңыз бар ма? Әрине бар. Марқұм Тотай ағай Алтынсарин атындағы мына академияда осы қоғамдық гуманитарлық лаборатория дейміз ғой, зертхананың басшысы болды. Мына өмірде қанша адамдарды көресің, сонша үйренесің ғой. Тотай ағайдың ерекшелігі жазу деген маржандай болатын. Одан кейін біздің қаланың тарихшыларына ол кісіні Геродот деп атайтын, біздің Геродот деп. Ол кісі сағат 3-те деймі, сағат 3-те сіз баруыңыз керек. 5 кешікпейсіз, 5 ерте келмейсіз. Тура уақытында. Уақытында. Өзі 12 сағаттан отыратын. Сол бір үлкен жиналыс болып, сол жиналыста осы оқулықтар, жаңа буын оқулықтар дейміз ғой енді кезеңде. Соған ұсыныс айттық. Әрине мен енді әдіскер болғандықтан мені Жанұзақ Қасымбаев қолдады. Сөйтіп бір оқулыққа міндетті түрде бір мұғалім болсын деген ұсыныстар айтылды. Содан Алматы қаласында мен мақтануыма болады. Сол кезеңде 30-ға жуық мектеп мұғалімдері оқу әдістемеліктің авторлары болды. Енді айтарын айтты, бізге ұсыныс жасағаннан кейін енді біз кірісуіміз керек қой. Күні бойы жұмыстамыз, бізге ешқандай шығармашылық уақыт беріп жатқан ешкім жоқ, бітіруіміз керек. Содан 159-ші мектепте Баян Адырбек, Әлия Көпекбай үшеуміз оқу әдістемеліктің авторымыз. Манаш Қозыбаевтың 10-шы кластың оқулығын оқу әдістемелік жазуымыз керек. Бұлай уақытымыз жоқ. Кешкі сағат 5-6-ның кезінде мектепке барамыз, таңғы 3-4-те қайтамыз. Сол қызық вақиғаның бірі, сонда күзетшінің айтқаны ғой, сіздердің семьяларыңыз бар ма, күйеулеріңіз бар ма деп. Осындай қызық вақиғалар бізде көп болды. Одан кейін менде бір мұғалім болды, өте талантты, бірақ жолдасы қайтыс болды да, күнде кешкісін звондайды маған. Күйеуім қайтыс болды, 4 баламен қалдым, бір күні звондадым да айттым, телефон шалып, сізді Тотай ағай шақырады. Ол кез Тотай ағай сізді оқу әдістемеліктің
автор қалып қойды. Мен жаза алмаймын күйеуім өлгенде. Күйеуің енді тіріліп келмейді, жаз деп айғай салдым да, өзім шошып кеттім. Не болар екен деп. Сол кейін айтады ғой, егер сіз сол күні қатты айғайламасаңыз, 4 баламенен түні бойы отырып оқулық жазам, күйеуімді ұмытып кеткен кездерім болды. Кейін сол 7-ші сыныптың орта ғасырларының болу керек оқу әдістемеліктің авторы болды. Осындай қызық жағдайлар. Одан кейін менің оқулықтың авторы ретінде Аттила жөнінде жазуым керек. Материал жоқ. Ешқай жерден таппаймыз. Ол кезде Тың материал. Иә. интернет деген жоқ. Жоқ. Енді баспадан жаңағы тез әкеліңіз материалды. Ертең таңертең столда болу керек. Содан ғылым академиясына барсам, жаңағы Баян Адырбек бар, Әлия үшеуміз іздеп жүрміз ғой Аттиланы. Барсақ, жаңағы 5 томдық Қазақстан энциклопедиясының кітабы шығып тұр. Соның ана бірінші томын алайық десек, ана томды не ксерокопия жасауға бермейді, не сатуға бермейді, біреу-ақ қалды деп. Шығаруға болмайды. Болмайды. Енді не істейміз? Сөйтіп үйге келсек, бір мұғалім звондайды мектептен. Бүгін маған бір керемет бір кітап ата-ана сыйлыққа берді. Қандай? Апай, сол кітапты беріңіз бізге деп. Енді не істей? Әлгі кітапты түн ішінде сағат 11-де барып үйінен алып, ертеңді Аттила туралы жазып, апарып берген бір керемет бір жерден жеті қоян тапқандай болдық. Осындай уақиғалар көп болды. Одан кейін орысша кітабымызды аударған кезеңде талай-талай қызықтар болды. Бірақ мен сол алғашқы оқулық жазған адамдарға әрқашан басым деймін. Дүйсен Бабаев деген жаңа алғашқы оқулық мектептің мұғалімі 7-8 кластың оқулығын жазды. Кәдімгі Қатардағы қарапайым мұғалім. Қарапайым мұғалім, қазір Алматы қаласында 115-ші мектеп сол кісінің атында. Енді ол кезеңдерде мен профессормын, мен мұғалімін деген жоқ. Барлығы бірлесе. Жанұзақ Қасымбаев, Манаш Қозыбаев, алғашқы оқулық авторлары, Әбдеш Төлебаев, Тұрғанжан Абуш, міне осылардың барлығы оқулықтың авторлары. Мен сол кісілерден көп нәрсе үйрендік. Соның бір Манаш ағаны ерекше айтқым келіп отыр. Ол кісі оқулықтың авторы. Біз оқу әдістемелік. Ол кісінің өмір таппайсың. Ылғи жиналыста болады. Содан үшеуміз кабинетінің алдында тұрмыз. Директорлер ренжімес. Қазіргі мектептің директорлерінің кабинетіне барсаң, ат шаптырмын ғой. Ол кісінің кабинеті құдай-ау, әлгі совет кезіндегі үйлердің кішкентай кухнясы сияқты, кішкентай ғана кабинет. Ал кіре берісі үлкен. Сол жерге кіріп барсақ, әлгі жерде Абай Тасболатов деген осы шекаралар погранучилищесінің директор болды. Сол отыр, есімде қалған. Тағы бір жалтарбас профессорлар отыр, көп кісі. Ана кісі Манаш аға шықты да. Ағайындар ренжімесеңіздер деді. Алты алаштың азаматы жиналғанда төрде тұратын ұстаз мен мектеп мұғалімдерін қабылдайыншы деп сөйдеді. Бізге орден медаль бергендей болды. Сосын ол кісінің бір кереметтілігі ешқашан өзінің жаңағы жоғарғы отыратын орындығына отырмайтын. Алдында отырған столға бізге қарама-қарсы отыратын. Сосын есіктен қарсы алып, есіктен шығарып салады. Сол шыққаннан кейін біздің шаршағанымыз да ұмытып, мінекей көрдіңіз, мүмкін бұл жай ғана нәрсе болар. Осындай керемет қарапайым болады. Енді бір күні баспадан Манаш ағаның пікірін алып келіңіздер дейді. Таппаймыз. Барсам жиналыста отыр. Жастық болар. Манаш аға деп хат жазып жібердім, ана президент тұрған. Сіздің қолыңыз керек еді мынаған, тезірек деп. Мені залдан тауып алып басын изеді. Сол кезде жастық болар, ұялмаймыз. Сахнаға шығып, жаңағы қолын қойып берді. Сосын қайыркен енді не істейін деді. Мынаған аға печат керек деді. Сол жаңағы жиналыстан барып, ары қарай рұқсат сұрап, кабинетіне барып, печат болды ма? Болды ағай, рахмет деп кетіп бара жатырмын. Кейін сол есіме түссе, қандай қарапайымдылық академик мінекей. Мен ойлаймын, сол кезеңдегі адамдардың бойындағы әлгі интеллигенттік қасиет қой деп ойлаймын. Өте жоғары, иә? Өте жоғары. Енді біз кімбіз? Қарапайым мұғалімдерміз ғой. Сондай міне, осындай бір моменттер, осындай бір кезеңдер Дүйсен ағайдың
қандай бір қарапайымдылық, қандай батаны білетін еді, қандай тарихты білетін еді. Қарапайым мектептің мұғалімі. Ұлық болсаң кішік бол деген мақалдың дәлелі. Осындай. Жақсы апай, енді өзіңіз жайлы Алматы ақшамында қала тарихшыларының атынан тарихшы ұстаз Ғалымбек Іргебаев ағамыз бір ризашылық лебізін білдірген екен. Әзілінде жазыпты: журналистер Шерханның шапанынан шықтық десе, қала тарихшылары Қайыркен апайдың камзолынан шыққанбыз деп өздері солай әзілдеседі екен. Осыған тоқталсаңыз. Енді рахмет. Бұл Ғалымбек өте талантты тарихшы негізі. Бірақ ол бір нәрсені ұмытып кетті. Осы Ғалымбекті жыларман қылып талай ұрысып едік. Бірақ мен өзім тікелей ұрыспайтын едім. Мен жаныма тәжірибелі мұғалімдерді алып барам, сабағына кіремді. Мына қаланың тарихшылар кейін күлетін: апай, өзіңіз келсеңіз менен жұмсақ сөйлеймін де, жеке жерде бағасын бергенменен жұрттың көзінше менің құқым жоқ қой айтуға, әдіскер ретінде. Сондықтан үлкен апайларды ертіп жүрем. Росәуенна, Қарашаш, Имантаева, Қатия Құсанова деген қазақшалап айтқанда астар нағыз өзің. Сол Росәуенна осы Ғалымбекті талай жылатты. Неге жылатты? Дұрыс емес. Жылатқанда ұрысты да, мына жер дұрыс емес деп. Сол шыққасын: апай, не көрсасыз десем, бұдан жақсы тарихшы шығады дейді. Қатты айтсам, піседі ол деп. Кейін қазір бұл республикаға белгілі оқулықтың авторы. Одан кейін мына тестер жинағы бойынша біз талай тамыз мәслихатында Ғалымбектен мына республика бойынша тест жасаушылардың бірі. Сол кейін өзі айтады ғой: Роза апайдың жаңағы қамшысынан сіздің камзолыңыздан шықтық қой біз деп. Бізде жалпы қалада енді қазақтың таланттылары көп қой, соның ішінде нағыз ұстаздар өте көп болды. Менің бағыма қарай. Мен солардан көп үйрендім. Мына 159 мектепте Асанбекова Гүлмира деген Сағат қызы деген қызымыз бар. Асанбекованың жеке өзінің жаңағы атаулы мектебі де бар. Осындай мұғалімдер, енді атақтарын айтсақ жарты сағат кетер о қыздардың, балалардың. Міне осы таланттар ерекше. Кейде тіпті менің өзіме қарсы келеді, бірдеңені айта салады: бармаймын апай, уақытым жоқ деп. Үндемей қоя салам да, артынан біраздан кейін звондайды: апай, мен келе жатырмын. Мен ойлаймын, ол баланың ар жағында ақылдылығы. Ал жалпы адамда мінез болу керек. Мінез болмағандықтан да біз көп нәрседен құр қалып жатамыз ау деп ойлаймын. Жаңағы Ғалымбектің де мінезі бар. Өзіндік. Өте осы жуырда ғана бір мақаласын оқыдым. Қазіргі оқулықтардың қателігін бетіне басып айтқан. Ол ар жағында ештеңе білмесе ол айта алмайды ғой. Ал енді жалпы менің бір өзім қуанатыным, осы қанша жыл қала тарихшылармен жүріп, бір ұжым құрдық біз. Сондай бір жақсы, қуанышта да, жағдайларда да бір-бірімізге барып, келіп деген сияқты. Бұл менің арқам емес, бұл үлкен біздің апайларымыздың, енді біздің алдымыздағы апайларымыздың, қазақта бір сөз бар ғой: апасы киген шапанды сіңлісі де киеді деп, солардан үйренгеніміз болар. Сондықтан мен ойлаймын, әрине лебіздеріне рахмет, дегенмен де бұл тарихшылар мені көп үйретті. Солардан үйрендім. Бір жетістігі жетсем, солардан үйрендім деп әрқашан айтып жүремін. Жалпы қаланың тарихшылары өте мықты, Алматы қаласының тарихшылары. Осы облыстарға, жаңағы семинарларға, іс-сапарларға шақырғанда мен осы тарихшыларды алып барам. Осылармен мақтанатын едім. Сондықтан енді бір 7-8 мектеп директоры, жыл мұғалімі тарихшы болды. Тарихшы жігіттер. Қазір бәрі директорлар. Сонда бастауыштың әдіскері болды, Айсұлу деген, қазір Астанада істейді. Бір күн айтады: апай, пенсияға қашан кетесіз? Тарихшылар орын бермей қойды деп. Бұл тарихшылардың өзінің бойындағы бір ерекшелігі де болар деп ойлаймын. Ізденімпаздығы, алдыға ұмтылуы, талапкер. Сол жігіттердің барлығы қазір білдей мектеп басқарып, сондай жақсы нәтижеге жетіп отыр. Бұл да бір жетістік қой. Ал екіншіден, аудандық, қалалық оқу бөлімінің басқарып отырған азаматтардың қамқорлығы, солардың көзін таба білуі. Әргі айтады ғой, әр істің көзі болады, көзін тапсаң өзі болады деп. Осы ауданның білім бөлімінің басшыларының, қаланың білім бөлім басшыларының, солардың да іскерлігі
деп ойлаймын. Жақсы апай. Қазіргі таңда Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде қызметтесіз, иә? Жалпы бүгінгі жастардың біліміне көңіліңіз тола ма? Әрине, бес саусақ бірдей емес қой. Бірақ мені бір қуантатыны біздің жастарымыздың бойындағы әйтеуір талаптанады, әйтеуір ізденеді. Кейде мектеп мұғалімдері, мен студенттерімді мақтасам, олар стипендия алады ғой дейді. Мәселе стипендияда емес, мен олардың көзінен көремін. Ізденімпаз. Кейде мен ойлаймын, басқа жоғарғы оқу орындарының жаңағы мұғалімдері ренжіп қап жүрмесін. Біздің тарих факультетінде осы Қазақстандағы белгілі тарихшылар жұмыс істейді ғой. Солардың жүріс тұрысының өзі, солардың дәрістерін тыңдаудың өзі, олардың бір қарапайымдылығы. Анау Талас ағайдың ақырын созып әңгімесін басып айтқан кезеңде, Берекет ағайдың факты менен қазақ хандығы туралы айтқан әр қайсысы өзінің ісінің маманы. Қуаныш Сүлейменович Қаражанов деген бар, анандай келе жатқан кезеңде мұғалімдік бір сесі бар. Біздің Қалқаман Тұрсынұлы бар, анау Ватиканға бірінші барған қазақ, Ателланы зерттеген. Енді соларды көріп жүрген шәкірттер жаман болмайды. Таймағанбетов деген деканымыз болды, Жәкен. Керемет, балалармен өзі әзілдесіп жүретін. Ол кеткенде тіпті кейбіреулер сондай мұңайып қалды. Қазір өзіміздің факультетті басқарып отырған, өзіміздің факультетіміздің түлегі декан, жас, қаншама жұмыстар жасап жатыр. Солардың біреуі уақытпен санаспайды. Кейде студенттер айтады ғой, осы уақытымыз көп кетіп қалды, әлі зачет тапсырып жүрміз, сынақ тапсырып жүрміз. Айналайын, ана профессорларға қарашы, ана деканыңа қара, кафедра меңгерушісіне қара. Менің де кафедра меңгерушіміз бар, бір керемет тынымсыз жан. Мен айтым, соларға қарашы, уақытпен санаспайды. Қашан қарасаң, таңертең 8-де отырады, кешкі 6-да отырады деп. Сондықтан мен шәкірттеріме жалпы өзім ризамын. Көңіліңізден шығады. Маған олардың бір қуантатыны, бізде қазір тарих факультетінде мына арнаулы бөлім бар, ағылшын. Соған таласады ғой, ағылшын үйренеміз деп. Жұмыс істейді кешкісін. Өздері әйтеуір бір проблема тауып сонымен шұғылданып жүреді. Бір ізденімпаз. Сондықтан осы бағдарламаның басқарып, соның басы қасында жүргенде де менің шәкірттерім десем, жаңағы мақтануыма болады ғой деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз, рахмет. Сіздің шәкірттеріңізбен біз де таныспыз. Өте тиянақты, сондай білімді, білікті азаматшалар. Сіздердің ол еңбектеріңіздің жемісі деп санаймыз енді. Өйткені мұғалімнің рөлі баланың өмірінде үлкен бір маңызды орын алады. Бір қуанатыным, біздің факультеттегі мынау үлкен ағалардың, профессорлардың, жалпы мына оқытушы қауымның шәкірттеріне сене білуі. Осы менде бір енді мына әдіскер болғандықтан сұрайды ғой, енді оқулық жазғанда, оқу әдістемелік жазатын қандай мұғалімдеріңіз бар деп. Сонда бір студентімді айттым да, ол өз бізде бітірген. 3 айлық кішкентай емен отыр. Соны звондап айттым. Айналайын осындай оқу әдістемелікке. Сонда ой, мен балам ештеңе етпейді. Кейін баласы өсті. Жаңағы бала бүкіл республикада өзін оқытқан ұстазымен бүкіл республикада оқулықты жаңағы апробация дейміз ғой, содан өткізіп, міне осындайлар бізде көп, осындай шәкірттеріміз. Сондықтан енді бұл біздің жоғарғы оқу орнында емес, ол мына педагогикалық Абай атындағыда да, Қыздар университетінде бар. Бұл жастардың бір жетістігі. Кейде өзіміздің шәкіртіміз өзімізге бастық болған жағдайлар болады екен. Ол кезде қандай сезімде боласыздар? Ол кезеңде мақтаныш сезімі. Әлі есімде Қазақстан тарихынан олимпиада өткізіп жатырмыз. Сол олимпиада түнгі 3-ке дейін әлгі баламен дайындалдым. Шешесі де тарихшы. Сөйтіп, әлгі бала республикадан орын алды. Тамаша. Сол бала Шыңғыс деген бала. Сол бір күні ректоратқа барсам, біздің қазгүде бөлім бастығы менің бастығым болып жүр. Ол маған апай деп амандасып отыр. Сен менің бастығымсың ғой десем, жоқ апай, сіз өмір бойы маған бастық болып қаласыз дейді. Мақтаныш. Одан мына Қыздар университетінде бассам, ол жерде проректор біздің өзіміздің
шәкіртіміз отыр. Тамаша. Осындайларды көрген кезіңде мақтанасың. Ол жалғыз мендегі сезім емес, жалпы мұғалімнің бір ерекшелігі бар. Мысалы, дәрігер сізбен сөйлесіп отырғанда қарап отырып, ойлайды екен, мына баланың, мына адамның өзі түсі сапсар екен, бауыры ауырады ғой деп ойлап отырады екен. Немесе мынаның тісі жаман екен, немесе көзі көрмейді екен деп енді өзің дәрігерлік несіменен. Ал енді заңгерлер сөйлеп отырып, қалай сөйлейді, заңға томпақ келіп тұр ғой, ойлану керек екен деп отырады екен. Өзінің қызметімен байланыстырып, қызметіменен. Ал мұғалім қарағым, шіркін-ай мынадан үйренсем екен, шіркін мынаны жазып алсам екен деп отырады. Ол біздің қасиетіміз ғой. Сондықтан да мен ойлаймын, жалпы біздің шәкірттеріміз бізден озып жатса, тіпті көшеде кетіп бара жатып, менде бір мынандай жағдай болды. Универдің алдынан кетіп бара жатырмын, жарымда мектептің мұғалімі еді. Бір шәкіртім амандасып, сәлеметсіз бе апай, қалыңыз қалай деп өтіп кетті. Соң жаңа мектептің мұғалімі айтады, мына шәкіртіңіздің үсті де тап-таза, амандасу да қандай керемет екен ғой дейді. Ол да мұғалім ғой енді. Сосын күлдім, сіздің мектебіңізге барсам, барлық балалар таныса да танымаса да амандасады ғой. Содан келгендер ғой деп өзін мақтап қойдым. Бірақ өзім ішімнен жаңағы шәкіртім үшін бір мәртебеге ие болдым. Марқайып қаласыз. Сондықтан мұғалім, мен ойлаймын, ешқашан шәкіртті жаман демеу керек. Сене білу керек, мақтай білу керек, сол арқылы өзіңе тарта білуің керек. Мен де шәкірттерім айтам, мұғалім артист қой, өзі режиссер, өзі көрермен, өзі сценарист, өзі артист. Ішінде қазан қайнап жатса да, анау қасиетті табалдырықты аттағаннан кейін бәрін ұмытуың керек. Оны кімнен үйрендік десек, оны біз анау алдымыздағы апайлардан үйрендік. Мына Аягүл Төреевналар, Рафиқа Бекеновналар. Сол жерде Райса Жалғасына деген тәрбиесінің меңгеруші болды. Ешқашан біреуді жамандамайтын. Мына оқушың жаман десе, 2 сағат соны мақтайтын. Сондықтан мен ойлаймын, мұғалім әрқашан жақсы сөйлеу керек, жалпы адам өзі жақсы сөйлеу керек. Ал мұғалім ол тәрбиеші. Мен өзім көзқарасым, пікірім солай. Жақсы сөйле, болмаса үндеме дейді ғой. Үндеме. Шын қыз қайнап тұрса да, сыртыңнан білдірмеуге тырысу керек. Ана кейде мұғалімдер болады ғой. Мына көңіл күйі болмаса, жұрттың бәріне қырып жіберіп екі қояды. Көңіл күйі жақсы болса, шіркін-ай, оң қалтасынан да сол қалтасынан бестік береді. Мұғалім олай болмау керек. Бүкіл өзіңнің жеке ісіңнің барлығын анау табалдырықты аттағаннан кейін ұмытып, тек қана тәрбие мен білімге көңіл аудару керек. Әрине пенде кемшілігіміз кетіп жатыр, оны ата-аналар кейде басқаша түсінуі мүмкін. Бірақ қандай жағдайда болмасын, мұғалімнің әлгі ең нәтижесі білімменен тәрбие беру. Одан мұғалім ешқашанда жаңылмайды ғой деп ойлаймын. Қай мұғалім болмасын. Осы енді білім беру жүйесінде әртүрлі реформалар болып, бірінің көңілінен шықса, екіншісіне қаяу түсіріп жатыр. Сіздің көзқарасыңыз қандай? Әрине, жас мемлекет болғаннан кейін бізде кемшіліктер болады. Оның үстіне мынау 30 жылда 30 демей-ақ қояйын, бір 10 министр ауысқан шығар. Сол министр келе салма реформа жүргізіп жатады. Ол реформа жаңалық қой, ол да дұрыс шығар. Бірақ осыны реформа жүргізердің алдында кішкене талқылау деген болса ғой шіркін, деп ойлаймын мен. Неге? Мынау қазір альтернативный оқулықтар дейді. Яғни бір сыныпта бірнеше оқулық, қайсын таңдайсың, өзің білесің. Айналайын ағайын-ау, ол жақсы да шығар, альтернативный оқулық дегеніміз. Ал енді осыны келісіп, неге жасамасқа? Неге осыны бір жақсы оқулық қылып, тың болмаса, мен басқа пәнді білмеймін, біздің тарихымыздан даталарды, хронологиялық даталарды осы уақытқа дейін мен тіпті қатты жазып алып бардым. Кезінде мына кімнің Мажитов, Саттар Фазылович деген, сол кісіге де хат алып бардым. Тарих институтының директоры болып тұрған кезінде. Айналайын, сіздерден мен ештеңе сұрамаймын. Мен әдіскер ретінде жылда оқулық шығады. Осында тіпті Астанаға барғанда жиналыс қайтып ем, кейбіреуіне жақпай қалды. Сон бір әйел шығып айтты ғой, сізді енді жиналысқа шақырмайды, шақырмаса өзі білсін дедім. Бір кітапты Абылай ханды өлтіріп қояды сол жылы, екінші кітапты сол жылы Абылай ханды жауға шаптырып қояды. Ал енді балалар тест тапсырады.
Рас, шатасу деген содан басталады. Сондықтан мен сол кезінде Саттар Фазылов өте ғалым, жақсы адам. Ол кісі де осыны мені мақұлдады. Одан кейінгі директорлерге бардым десем өтірік болар. Осыны қолға аламыз деп жүргенде ол кісі басқа қызметке ауысып кетті. Бізге нақты тарих институтынан мынандай кішкентай бір кітапша жазып берсе, Абылайдың туған жылы мынау, өлген жылы мынау. Немесе жаңа Кенесары осындай, жоңғарлардың құрған кезі осындай деген сияқты даталарды. Сонда жазылған кітаптардағы, біз енді тарих датамен жұмыс істейміз. Сонда жаңағыдай болмаған болар еді. Жылда апелляцияға барады. Жаңа алтын медальға кетіп тұрған кейбіреулердің обалда болған шығар. Оқулықтан былай, бала былай жазып тұр. Басқа оқулық алып тұр. Осы мәселелерге жаңағы көңіл аудар. Әрине, реформа болған дұрыс. Сол реформаны жаңағы жасаудың алдында тәжірибелі мұғалімдерменен мектепте істейтін, жоғарғы оқу орнында істейтін, солармен ақыл кеңесіп барып жасаса дұрыс болған болар еді. Мысалы, қазір мына бағдарлы сыныптар деген болып жатыр ғой, 9-шы сынып, одан кейін 10-шы. Бұл да жақсы нәрсе. Бірақ осындай нәрселердің барлығына кішкене көңіл аударса деген мәселе. Қайыркен апа, енді сіз сенім алтын жұлдыз иегерісіз, әртүрлі төс белгінің, президенттің, елбасы, ғылым және білім министрінен алғыс хаттар алған жайыңыз бар. Осыншама еңбектің жемісін көре отырып, бойыңыздағы қарапайымдылығыңызды сақтауыңыздың сыры неде? Бұның барлығы біріншіден біздің өзіміздің мұғалім болғандығымыздан, екіншіден мен ойлаймын осы апайлардан, алдымыздағы ағайлардан. Мына адамды білгің келсе іс-сапарға шық дейді ғой. Тотай Тұрлығұловпен бірнеше қалаларда іс-сапарда болдық. Сонда сол кісінің қарапайымдылығы, ол кісінің ұқыптылығы. Біз әйел адам уақытымыз үнемі жетпейді ғой. Пойызға алқын-жұлқын мінген кездеріміз болды. Әйтеуір балаларымызға тамағымызды дайындап жүгіріп мінген. Сонда ол кісі, менің бір байқағаным, әрбір заты орнында болатын. Содан кейін әрбір сөзі керемет болатын ол кісінің. Соны мына неге барған кезеңде, Қызылордаға барғанда пединституттың бірінші бітірген екен. Тарих факультетін бірінші. Ол деген әлгі қазақшалап айтқанда тірі аңыз адам ғой енді. Сонда кездесу болды. Сол кездесу болғанда ағай, мен білмедім ол кісінің, бірінші рет естідім сол кісінің аузынан, сол Қызылорданың пединститутының тарих факультетін бірінші бітірген екен. Сонда мен ұсыныс айттым. Осы кісі қазір тірі отыр, алдымызда отыр студенттер. Неге осы кісіге бір аудитория жасамасқа? Сонда сол кісі айтты ғой, жоқ, керек емес маған деп. Міне қарапайымдылық, мен сонда ішімнен бір түйіп қойдым. Әлгі ұлық болсаң күшік бол деп. Одан кейінгі ол кісінің бойына сіңген бір қасиет, ешқашанда жаңа артық сөйлемейтін, өте кішіпейіл болатын. Енді былай ойлап қарасаң, мектептің мұғалімі оқу әдістемелік жазғанда қалай екенін өзіңіз білесіз ғой. Өмір бұрын жазып көрмеген. Бір қиын кезең. Біз жазуымыз керек, намысқа тырысып жазып отырмыз. Әдіскер болып біреуін алдадық, жаңағы кереметсің деп біреуіне жаңағы ұрсын құрадық. Сөйтіп әйтеуір 20-30 адам әдіскер болып, соның бәрін өзінің қолынан өткен. Сонда сол кісінің қарапайымдылығы, ешқашанда мен осыны істедім деген жоқ. Сондықтан ол кісілердің алдында мен тіптен олаймын деп айта алмаймын. Дегенмен де осы кісілердің бойынан көріп жүріп, ол кісі ешқашанда дауысын көтермейтін. Әлі есімде, екеуміз бір жерге, бір мектепке кітабымыз апробацияға баруымыз керек. Үшті кездесетін болдық. Енді қазақ кешікпесе ауырамыз. 3-тен 15 кеткенде рақаттанып келе жатсам, ол кісі ұрысқан жоқ, маған бүй деді. Қарындасым, мен сізді күтетін жас жігіт емеспін ғой деді. Жас емеспін ғой, жас жігіт емеспін ғой деді. Одан кейін Тотай ағай шақырса, 3-ке 5-ім қалғанда келіп, мінекей қарапайымдылық. Мүмкін ол кісі қатты ұрысса, басқаша болар ма еді. Осындай адамдардың қарапайымдылығы, өзіне тән ерекшеліктері, осының барлығы. Кейде мен мектеп директорлар айтамын, осының бәрін қай уақытта үлгересің деймін ғой. Мен сол сұрақты сізге қояйын деп отырғаным негізі. Жоқ, мен сол кісілерден үйрендім. Қазіргі біздің артымыздан еріп келе жатқан
керемет қазақ мектептерін, енді мен қазақ мектептерінің әдіскері болдым ғой. Сондықтан қазақ мектептерінің керемет директорлары бар. 140-шы мектепте Сәния деген директор. Ой, бір керемет. 138-де Әлия деген. Сол директорлерді көріп, содан кейін мына 126-шы мектепте Мырзағали болу керек. Сосын 139-шы мектепте Ерік деген жас жігіттер бар. Сол қай жерде шу болады, Ерікті жібереді. Бәрін тып-типыл қып, тып-тип. Мен айтам, сен тура зеңбірек болдың ғой, қай жерде осындай жағдай болады деп. Және солардың бойындағы қасиет. Өткенде Аягүл Төреевна сіздерде болып кездесу болғанда бір әдемі жақсы сөз айтты. Ол кісінің сөзі де өзі де әдемі ғой. Соның ішінде маған бір ұнағаны, мен тех персоналмен жай уақытта ол да адам, мен де бірдеймін. Мен тек өзім қызметім директор деп. Сонда ол кісі ойлаймын, тегі жақсы адамдар өзі ұқсас болады. Мына кімді Қонаев ағамыз жұмыстан кеткеннен кейін бір анкета толтыру керек, сайлауға ма бірдеңкеге. Соны толтырғанда бір ауыз сөз жазыпты, тау-кен инженерімін деп. Мінекей қарапайымдылық. Сондықтан ойлаймын, осындай кісілерді біліп, қарапайым болмау бізге ұят қой. Мен өзімді қарапайым демеймін, олардың жанында мен қарапайым емес шығармын. Нағыз қарапайым солар. Сол ұлы адамдар. Көрдіңіз бе? Сондықтан мен ойлаймын, біз қазақтың өзі қарапайымбыз ғой біз. Ұлтымыз сондай болу керек біздің. Қойдан жуаспыз деп, Иә. өзімізді жақсы теңейміз ғой. Апай, сіздің өз ісіңізге, қызметіңізге деген сүйіспеншілігіңіз, бір жүрегіңіздегі жылылығыңыз маған қазір сезіліп отыр. Десек те осы қызмет бабында әттеген-ай деген сәттеріңіз орын алды ма? Әрине, әттеген-айсыз болмайды ғой. Мына өзім бір ішімде бір жүреді. Мына Мүсіреповтің бір әдемі сөзі бар екен, адам қанша атақты болса да, оның іздеуші жоқ болса, оның бар екенін ешкім білмейді деп. Сол әттеген-айдың бірі, мен өзім 30 жылға жуық әдіскер болып жұмыс істегенде, сол менің орныма ешкім келмеді-ау деген бір өкініш болады. Неге? Өйткені әрине әдіскерлік жұмыс оңай емес. Мен өзім әріптестерімнің әрқашан басымды иемін. Жауапкершілік өте жоғары. Жауапкершілік өте үлкен, зарплатасы дейміз ғой, жалақысы өте аз. Мен өзімнен кейін Шыңғыс деген бір өзімнің студентім болды. Шәкіртім сол жұмыс істеді. Істегісі ақ келді. Астында машинасы бар, 2 баласы бар. Айналдырған 70 мыңға қайтып жұмыс істейді. Ана машинасымен күндіз-түні бензині де кетеді, өзі квартирада тұрады. Одан кейін тағы 2-3 адам істеді. Дәл қазіргі кезеңде Білім жетілдіру институтында, осы Алматы қаласында тарихтан әдіскер бар деп айта алмаймын. Сол кішкене көңіліме әттеген-ай болып тұрады. Одан кейін тағы да бір әттеген-ай мәселе, мына жастар, артымыздан өсіп келе жатқан жастардың басқа ұлтқа үйленген кезеңде әттеген-ай деген бір кездерім болады. Неге дейсіз бе? Нұртас оңда сынып болса керек, сол кісінің мен кітабын оқығанда бәрі жақсы, жаман өмір сүрген жоқпын. Бірақ бір әттеген-айым бар. Әйелімді мен жаман демеймін, басқа ұлттың өкілі болса да. Сол өз ұлтыма үйленуім керек екен кезінде, әркім өзіне. Одан кейін балаларым да Мәскеуде тұрады дейді. Ал енді ол жерде кім? Қазақтың бір шалы. Осы жерде болғанда қандай болған болар? Сондықтан кейбір біздің жастарымыздың осындай әттеген-айлығына, басқа ұлттарға кетіп жатқандарын жаңағы естіген кезде, кейде көрген кезеңде бір әттеген-айлар болады. Ал жалпы бәрінде де бір шүкіршілік, тәубе дейтін халықпыз ғой негізі. Жақсы. Шынымен де, басқа ұлтқа үйленіп, басқа ұлттан келін әкеліп жатқан кезде қандай да бір жүрегіңде діріл пайда болып, өзіңдік ішіңдегі рухың ояна ма? Жалғыз сіздердің өкілдеріңізде емес, яғни алдағы буын. Біз жас болсақ та, бізде сондай күйге түсіп, сондай сезімге бөленеміз. Бұл яғни ұлтқа деген бір сүйіспеншілік шығар. Әрине. Сондықтан осы мәселеде менің түйіндейтін бір сөзім бар. Жалпы қазір білім саласында көп нәрсеге мен қуанамын. Ақпараттандыру, жаңалықтар, енді қазіргі уақытша мына онлайн деп жатырмыз ғой, ол да кетер. Бір орында тұратын ешкім жоқ қой әлгі.
ай батпайын десе де күн қоймайды деп, әйтеуір бір заман жақсарар деп отырмыз. Бірақ менің айтайын деп отырғаным осы ұлттық тәрбие мәселесі. Мектепте болсын, жоғарғы оқу орындарында болсын, осы мәселеге бір көбірек көңіл аударуымыз керек сияқты. Әрине, өзін-өзі тану оқулығы жақсы пән. Мен өзімді 12 жылдықтың жаңағы 12 сыныптың өзін-өзі тану оқулығын жаздым. Жақсы пән бағдарламасы бәрі жақсы. Осыған мен ұлттық мәселелерді көбірек кіргіздім бе, қайдам әлі күнге дейін шықпай жатыр, енді шығады деп жатыр. Менің айтайын дегенім, мына ұлттық мәселені мектептен бастап, ұлттық тәрбие әлі күнге дейін бағдарлама болғанменен іске жоқ. Мысалы, Зейнеп Ахметованың «Күре тамыр» деген кітап шықты. Иә, өте керемет. Бабалар аманаты деген кітап шықты. Қандай тұнып тұрған ұлттық тәрбие ғой. Әрине, осындай кітаптар өте көп. Сараш Қоңырбаеваның жанұя туралы кітаптары бар. Осынан 1-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін ұлттық тәрбиені ақырын берсек, Зейнеп апайдың айтқан бір сөзі бар еді ғой. Қазақтың қызы қашан қарқылдап күлетін еді, дарақыланып сөйлейтін еді деп. Осындай мүмкін бір кішкентай нәрсе болуы да мүмкін. Ол кісі айтады ғой, біздің тәрбие ұят деген нәрсемен ғана тәрбиелендік. Ұят болады деген біздің тәрбиеміздің өзегі болды. Енді қазақтың қыздарының бәрі Зейнеп апай сияқты сұңғыла бола қоймаспыз, бірақ соған ұқсауымыз керек қой. Мына әйел адам түзелсе, қыз бала түзелсе, еліміз түзеледі ғой деп ойлаймын мен. Сондықтан менің бір ұсыныс ретінде осы ұлттық тәрбиені мектептерге кіргізу, көп сабақтан емес, әдет ғұрып мәселесі, ұлттық өзіміздің ерекшелігіміз жөнінде көп. Мысалы, айналайын деген сөз біздің қазақта ғана бар екен. Бұлай ойлап қарасаңыз. Өзегі ғой, жақсы көрудің өзегі сол айналайында жатыр ғой. Біреу қабағын түйіп тұрса, айналайын не болды десе, ішің жылып кетеді ғой. Рас, шынымен де. Сондықтан осы мәселені болашақта жаңағы кезек күттірмейтін нәрсенің бір осы ғой деп ойлаймын мен өзім. Жақсы. Апа, енді еңбек жолыңызға қайтадан оралсақ. 2017 жылдан бастап Қазақстан педагогикалық ғылымдар академиясында корреспондент мүшесісіз, иә? Бұл да бір еңбекқорлығыңыздың, өзіңіздің жұмысыңыздың жемісі деп айта аламыз. Осыған тоқталсаңыз, жалпы қалай келдіңіз? Қазір мына Асқанбек ағай бар ғой, бүкіл республика біледі. Бұл кісі тұнып тұрған ұлттық педагогиканың бір ерекшелігі ғой өзі сол. Осындай адамдар бізде көп қой. Сондықтан осы кісі екеуміз біршама жұмыстарды бастағымыз келіп еді. Ой деген әудем жерде шыңғылсын әлуай деген заман болды ғой қазір. Мына бір ауруға байланысты кішкене бөгеліңкіреп қалдық. Біршама жоспарларымыз бар. Ол кісінің енді ісі де, сөзі де дөп шығып жатқан үлкен азамат қой. Сондықтан мен ойлаймын, бұл мәртебе емес, осы арқылы өзіміздің ұлттық тәрбие мәселесін облыстарға таратсақ, осы мәселені кеңінен жүргізсек деген бір ішкі арманымыздың бір бөлшегі ғана. Мен ойлаймын, жалпы енді сіздер журналистер қауымы ренжімеңіздер. Қазіргі кезеңде мен өзім неге көп жаза қоймайтын едім WhatsApp-қа. Өткенде мынау бір реклама бар ғой, сонда бір қазақтың кемпірін сақаулатып той жасаймыз ақшаға деп еркек баланы киіндіріп, әйелдің киімін кигізіп, шашына парик кигізіп бір реклама бар. Оны көрсең, ананы көрсең, қазақтар жиркенеді. Біздің қазақтың қай шалы секеңдеп жүретін еді. Қай кемпірі шалының алдына шығып сөйлейтін еді. Бұл да мүмкін тәрбие шығар. Сондықтан осы ұлттық тәрбие мәселесі жөнінен, жалпы оқу тәрбие мәселесі жөнінен канал ашатын уақыт жетті ғой. Менің жүрегім ауыратыны, ана бауырым ренжи қоймас, ана бәлкі біздің әзіл кешімізге де бір канал ашып беріп жауып тастады ғой. Ол ренжи қоймас, әзіл айту да керек шығар, бірақ әзілді де жетісіп отырсақ айтармыз. Қазір тәрбиемізге кейде педагог ретінде, ұстаз ретінде, ата-ана ретінде, әже ретінде қарасақ, қорқып кететін кезеңдеріңіз болады. Соны алдын алу үшін осындай бір канал керек. Мына балапан
қандай жақсы. Қазақ тілінде жүреді. Қазақстан каналы жақсы. Анау күні Абай деген канал ашылып жатыр, жаңағы байтарым сияқты. Ал енді басқа каналдарды ашып қалсаң, Құдай сақтасын. Қазіргі киноларымыз, қазақ киноларын көрмейтін дәрежеге жеттік. Секең деген кемпір шал, билеп жүрген камзол киіп, мәсі киіп билеп жүрген шалдар. Ал содан біз не тәрбие аламыз? Салиқалы бәйбіше қайда? Ана Ұлжан апайларымыз, Зере апайларымыз неге көрсетпеске соларды? Анау Иманғалидің анасының қандай кітабы шықты? Неге соны айтпасқа? Мына қазіргі біздің жаңағы өткенде ғана болған Тұрлыхановтың анасы қандай керемет педагог. Ол кісінің өзі тұнып тұрған педагог болатын. Міне осылардан неге үлгі алмасқа? Ал жаңағы сақауланып тұрған кемпірден біз қандай тәрбие аламыз? Сондықтан мен ойлаймын, осы анау педагогикалық осындай ұжымдардың алдындағы негізгі мақсаты қазіргі. Бізді таудың басында тұрмыз ғой, айналайын. Мына болашақ жастар сіздердікі осы мәселені қолға алу керек сияқты. Мына жапондықтарда 4-ші классқа дейін ешбір тілді оқытпайды. Оқуларының 80% ұлттық тәрбиеден тұрады екен. Көрдіңіз бе? Осы ұлттық тәрбиенің өзегі, мына оңтүстік облыстарда ғой, өзі мен негізі солтүстіктің адамымын. Біздің жақта да бір енді кішкене орыстанып кеткен ғой, дегенмен де әлгі шудың арасында өскен шыққан шудан қорықпайды деп біз әбден намыс қой болып алғанбыз. Мен өз басым бір жерде орысша лекция оқымаймын, дәріс оқымаймын, ол ұлтшылдықтан емес, өйткені менің жүрегім қаламайды. Ал жүрегім қаламаса, ол сіздің дәрісіңіз қызықсыз болмайды. Сондықтан мен ойлаймын, болашақта осы мәселені мына Асқанбек ағамыздың ұйымдастырып отырған осы істерін әрі қарай жаңағы жалғастыруымыз керек. Ол кісінің бір айтқан сөзі менің есімде. Жапонияға барғанда оларда ұстаз деген белгі бар екен, значок тағады екен. Соны тағып автобусқа немесе машинаға жаңағы кіріп келген кезде көпшілікке бәрі орнынан тұрып әлгі кісіге орын береді екен. Қазір ол кісі де осы жаңағы ұстаз белгісін таратып жүр ғой, оны жұрт басқаша түсінеді. Ол кісі ұстазға деген құрметті. Өзі Қарабақайдан Төбешешіне дейін ұстаз адам ғой. Ана ұстазға деген жанашырлығын осындай істерімен көрсетіп жүр. Осындай адамдарды біз тірі кезінде қолпаштауымыз керек сияқты. Дұрыс айтасыз. Ұстаз болу жүректің мықтылығы дейді ғой. Сіздің осы еңбек жолыңыздың ары қарай жеңісті, жемісті болуына шын жүрекпен ризашылығымызды білдіреміз, тілегімізді айтамыз. Және де сүбелі сөзіңізбен әсерлі әңгімеңізге мыңда бір алғыс. Осы жердің энергетикасын күшейтіп, бойыңыздағы ерекше бір жылуыңызды шашып, осы аудиториямызды нұрландырғаныңызға көптен көп рахмет. Аман болыңыз. Рахмет айналайын. Өздеріңізге де қуат берсін.